Так, үнемі жаман ойлау. Оны жаңа айттым, я қыздар. Постоянно жаман ойлап жүретін адамның энергиясын миында постоянно жаман ойды проигрывать етіп жүретін адамның энергиясы төменде жүреді, спадта жүреді. Жақсы ой, ол жақсы волнаға көтеріледі адам. Жақсы оймен жүрген адамның, көңіл күйі жақсы болып жүрген адамның денесі сергек болады, я қыздар. Түсінікті ме? Денесі сергек болған кезде, мысалы біз мынандай радио желілерде өмір сүреді екенбіз. Представляете, қыздар? Вот радио волны дейді ғой, радио НС, авторадио сияқты. Сол секілді, мысалы, төменгі жиілікте өмір сүретін адамдар, олар үнемі негатив ойлайтын адамдар екен. Үнемі жаңағыдай бірдемеден әлек іздеп, постоянно тек қана пессимистический ойлармен жүретін адамдар, олар төменгі жиілікте жүретін адамдар екен. Түсінікті ме? Төменгі жиілікте жүретін адамдар, естественно, не істейді? Подвалда жүрген адам сияқты рызықты қабылдай алмайды. Ал жақсы ой ойлап жүрген адамдардың, олардың энергетикасы көтеріңкі жүреді. Олар мына жоғарғы жиілікте сол волнаны ловить етіп жүреді. Рызықты ловить етіп жүреді. Радио волнаны сетті жақсы ловить етіп жүреді. Түсінікті ме, қыздар? Үнемі жаман ойлай берген кезде адамның энергиясы таусылады да. Енді представляете, сіздің миыңызда постоянно тек қана жаман ой жүрсе, я? Ана өліп қайтем, ана ұрып кетсе қайтем, тонап кетсе қайтем, анаға ренжіп қалдым, ана мені бүйтіп қойды, ана сөйтіп қойды, ақша жоқ, вечно маған келген кезде ақша бітіп қалады, енді қайттым деген постоянно қорқынышпен жүрген кезде, я? Сол кезде біздің миымызда энергия аз болады, және де біздің миымыз постоянно осы негативпен занят болып жүрген кезде жақсы идеяларға энергия жетпей қалады екен. Біздің миымыздың күші жетпей қалады екен. То есть, мысалы, магазин ашсам, мына білімді алсам, шетелге барсам, мынаны былай істесем, мынаны былай қатырсам, мына ақшаны көбейтсем деген бір күшті арманға жетелейтін ойларға мидың күші жетпей қалады екен, представляете? Ақшаның берекесі жоқ деп айтады күйеуім, өйтіп айтпау керек. Ақшаның берекесі бар деп айту керек. Потом, қыздар, қараңыздар, осындай жаман ой келе берген кезде адамға, мен ертең айтатын техниканы бүгін айтайыншы. Біз бір жақсы бір ниет қойып алуымыз керек. Мысалы, айына кемі 10 миллион табам деген, мысалы. Айына кемі 10 миллион табам, айына кемі 10 миллион табам. Осы біз ойды басқарып үйренуіміз керек. Қараңыздар, ертең ол техникаларды айтатын болам, ойды басқаратын. Кеше ғана айтқан, мысалы, элементарный резинка техникасы, қараңыздар, қолыңызға канцелярский резинаны тағып алдыңыз, контроль жасайсыз, жаман ой келе қалды, что-то с вами не то происходит, настроениеңіз бұзылып, что-то бәріне ашуланып бастайсыз. Мен қазір не ойлап тұрмын, жаман ой ойлап тұрмын ба? Резинканы тартып қаласыз да, жаңағы жақсы ойды ойлайсыз. Қандай ойды? Иншалла мен айына 10 миллион табам кемі 10 миллион табам. Ар-разақ. Представляете, каждый раз жаман ой ойлаған сайын резинканы тартып қалып, миға сол ойды жіберген кезде, иншалла мен айына 10 миллион табатын болам кемі. Ар-разақ. Уже біз не істедік деген сөз, миымызға жаңа привычка орнаттық деген сөз. Енді қараңызшы, қыздар, сіздер мысалы элементарно Toyota RAV4 дейікші, я? Соны алғыларыңыз келген кезде біз көшеде қанша машина өтіп жатыр ма, соның ішінде тек қана Toyota RAV4-ді көреміз, я? Вот көзімізге сол машина түсе береді, я? Неге? Потому что сіз миыңызға жаңағы настройка қойып қойдыңыз. Toyota RAV4 деп, я? Сіз сол машина жоқ болса да іздеп жүріп тауып аласыз соны. Как будто жолда содан басқа машина жоқ сияқты болады, я? Байқайсыздар ма? Қыздар, келісіп отырсыздар ма? Келісіп отырсаңыздар, плюс қойыңыздар. Енді представляете, сіздер кем 10 миллион табамын, Алла тағала байтушы, әр-разақ, рызық беруші деп соны постоянно жаман ой, жақсы ойға ауыстыра берген кезде, біздің миымызда скоро сол ақшаны табатын идеялар бөліп бастайды екен, представляете? Сол мүмкіндіктерді біз іздей бастайды екенбіз, представляете, қыздар? Уже біз бұрын постоянно негатив ойлап жүретін, үйде ойбай, не тамақ істесем, ойбай, анау ренжіп қалдым, мынаған ренжіп қалдым, анау оңбаған маған бүйтіп қарады, анау мен өсектепті, ана қайынбикем мындай, енем мындай деп жүрген, күйеуіңіздің жаман нәрселерін ғана көріп жүрген адам не істей бастайды екен? Уже ақша табудың мүмкіндіктерін ойлап бастайды екен. Әр-разақ, Алла тағала берекесімен 10 миллион табып, Алла тағала кемі берекесімен 10 миллион береді, иншалла, деп соны ғана ойлай берген кезде, представляете, скоро ми соны ойлап ұйықтайсыз, соны постоянно өзіңіздің миыңызды соған ауыстыра бересіз. Я, қыздар,
иншалла сол кезде ми солай әрекет етіп бастайды екен, сіздің көз алдыңызға сондай мүмкіндіктерді көрсете бастайды екен. Представляете? Сіз мысалы бір магазинге барған кезде, мына жерден бутик алып мына жерге не істесем 10 миллион табуға болатын шығар. Так, мен ананы сатып осы 10 миллион істеуге болатын шығар. Бүйтсем 10 миллион табуға болатын шығар. SMM істесем 10 миллион табуға болатын шығар, иә? Я еще қыздар білесіздер ғой, мына сабаққа қатысқан кезде бонус ретінде сіздерге онлайн табыс табу жайлы сабақ беріледі, иә? Сол кезде сіздің миларыңызға инсайт келуі мүмкін, представляете, қыздар? Мен тек бордовый Lexus көремін, мерс көремін. Вот видите, сіз нені қатты қалайсыз, сіздің көзіңізге сол түсе береді, иә? Сол секілді адам кемі айына 10 миллион табуды қалаған кезде, оның миы сол возможностьтарды көре бастайды екен, представляете, қыздар? Поэтому жаңағы резинка техникасын осылай қолданамыз. Жаман ой келді ме, тартып қаламыз да. Әр-разақ Алла тағала маған кем 10 миллион ақша береді. Кем 10 миллион, кем 10 миллион, кем 10 миллион. Ойлай беріңіздер, ойлай беріңіздер, ойлай беріңіздер. Біреу айту мүмкін, қуып кетті, мынау вообще қуайын деді. Иә? Айтса айта берсін, кім не десе о десін. Біз елдің миын аңдамаймыз, елдің сөзі вообще нас не касается. Адамдар айта береді, күніне олардың аузына 100 миллион сөз келіп, 100 мың сөз келіп, 100 мың ой кетеді. Біз оларды контроль жасай алмаймыз, біз тек өзіміздікін контроль жасай аламыз. Түсініп ме, қыздар? Иә, қыздар, шынымен де осы ал үшін не жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Сөйтіп не жұмыс жасау керек деген кезде уже ми не істейді? Ми уже идеялар шығара бастайды. Ми энергия бөле бастайды. Представляете, қыздар? Классно, да? Бұл доказано, бұл научно доказано, қыздар. Машина алғым келеді, бірақ жүргізе алмаймын, қорқамын. Ничего страшного, сізден басқа миллион әйел теуіп жүр ғой. Үйреніп аласыз, вождениеға барасыз. Миым әлі ондай қасиет. Конечно, қазір сенбейсіздер. Сразу сенбейсіздер. Ну, хотя бы сенетін сумманы айтыңыз. Мысалы, элементарно, хотя бы миллионнан бастаңыздар. Иншалла, миллион теңге айына деп бастаңыздар. Оны миллион тапқаннан кейін уже 2 миллион деп бастаңыздар. Түсініп ме, қыздар? Иншалла, кемі деп. Кемі. Так, келесі слайд. Әрекет етпеу, тек қана қалау. Қыздар, Алла тағала қалаған құлыма берем дейді екен. Қалаған құлым деген кезде Аллах қалаған емес. Мысалы, мен секілді бір 3 адам отырса, солардың ішіне Алла тағала өзі таңдап біреумізге бермейді екен. Осы 3 адамның қайсысы қалайды, соған береді екен. Потом все хотят, бәрі қалайды. Бірақ әрекет ететіндер аз. То есть, қыздар, қараңыздар, осы өмірде миымен жұмыс жасап, реально әрекет ететін адамдар 20% екен. Сол себепті оларға Алла тағала береді екен, иә? Сондықтан да біз тек қана қалап қана, армандап қана, мұрнымызды чұқып, маңқамызды былай шертіп қойып жата бермей, әрекет етуіміз керек. Яғни ниетіміз мықты болып, әрекет етуіміз керек екен. Түсініп ме, қыздар? Так. Келесі. Барға шүкір дегенді қате түсіну. Көп адамдар осыған да шүкір деп әрекет етпейді. Ой, Аллахтың маған жазып қойған ол шығар деп жаңағыдай кейін осыған да шүкір деп жата беретін бар, иә? Сөйтіп жүретін адамдар бар. Сөйтіп өмірден өтіп кететін адамдар, артық әрекет етпейтін адамдар бар. Енді маңдайыма жазған осы шығар деп, бір пенсияға немесе бір зарплатаға қанағат қылып жүрген адамдар бар. Олар бүйтіп айтады, Аллахтың осы бергеніне шүкір. Осыдан артық керек емес, ақша бізді бұзады деп айтады. Или там не деп айтады? Ойбай, жаңағыдай осыған да тәуба, осыған да шүкір. Тағы не деп айтады, Құдай-ау? Не деп айтады, Құдай-ау? Осы жетеді деп айтады, қыздар. Қараңыздар. Аллахтың маңдайға жазғаны деп айтатындай, біз Аллахтың бізге жазып қойған амал дәптерін көріп келген жоқпыз. Біз мынаны ғана алып, Аллахтың маған осы жазғаны деп жүретін болсақ, біз қателесеміз. Алла тағала біздің тағдырымызға мынаны жазады екен, мынаны жазады екен, мынаны жазады екен. Мысалы, бір адамдар бар, тек қана бір пенсияға ғана қанағат деп отырған. Осы біздің Аллах бұйырғаны деп айтады. Бірақ өздері артық әрекет етпейді. Маңдайға жазғаннан аспаймыз дейді. Как будто маңдайға не жазылғанын олар бір барып көріп келген сияқты. Бірақ Алла тағала оған бір магазин ашып,
айына 2 миллион табуға жазып қойған мына жақта там білмеймін тағы бір демес деп 800 мың табуды жазып қойған шығар, мына жақта тағы бір демес деп там 10 миллион табуды жазып қойған шығар, мына жерде 50 мың теңге табуды жазып қойған шығар. Адам не істейді? Өзінің сауатсыздығынан, өзінше тақуамын деп ойлайды да, мынаны ғана барға қанағат шүкірлік деген осы екен деп ойлап, осыны ғана істеп артық әрекет етпейді. То есть Аллах берген өзінің бойындағы потенциалдарын шығармайды. Артық әрекет етіп, жалқау былайша айтқан кезде, қорқақ, тәуекелшіл емес. Артық әрекеттен қорқады. Оны шектейтін қорқыныштар жайлы мен иншалла тағы айтатын боламын алдағы күндері. Жаңағыдей ғой, алды болма көз тиет, арты болма сөз тиет, ортасында жүре бер деген сияқты өзін шектейді. Желанияны қалай жазам? Мысалы, Медеу район 13 этаж 190 квадрат метр. Хайырлысын деп жазыңыздар, қыздар. Хайырлысын. Хайырлы түрде деп жазыңыздар. Хорошо? Екі дүниеме хайырлысын деп жазыңыздар. Түсінікті ме, қыздар? Түсінікті болса жазыңыздар. Түсінікті болса плюс қойыңыздар. То есть адам өзінің Аллах берген бүкіл қабілетін пайдаланып, өзінің амал дәптеріне жазылған бар табысты табуға әрекет ету керек екен. Түсінікті ме? Миларыңызда инсайт болып жатыр ма? Миларыңыз жарылып жатыр ма? Жарылса керемет, қыздар. Потому что қараңыздар, қыздар, біздің дастарханымыздағы нан дәннен басталады, дән топыраққа түседі. Оған су құйған кезде дән топырақтың астында жарылады, жарылып өнеді. Енді сіздердің миларыңызға түскен ақпарат өстіп жарылған кезде, ол значит скоро дән береді деген сөз. Представляете, нәтиже береді деген сөз. Сол үшін миларыңыз жарылып жатқаны ол керемет, қыздар. Ми жарылған кезде адамда миы жұмыс істей бастайды, адам размышлять етіп бастайды. Мен желаниямен қатысып отырмын, бірақ миыма кіргізе алмай жатырмын, себебі не деп ойлайсыз дейді. Гордыня болуы мүмкін, қыздар. Алла тағаладан тәубе етіңіз, кешірім сұраңыз, астағфируллахты айтыңыз, шүкір етіңіз, тәубе етіңіз, садақа беріп жіберіңіз, қатты ниет етіңіз. Сосын қайталап көріңіз. Бәлкім сіздің миыңыз басқа жақта отырған болуы мүмкін. Мына жерде отырып, сіз здесь сейчас болмасаңыз да сондай болады ше. Мынандай бар ғой, концертке барасың да, ана жақта сахнада біреу өлең айтып отырады, сен ойыңды ойлап отырасың ше. Үйде не болып жатыр екен, бала-шаға не болып жатыр екен, ең соңында концерт біткеннен кейін не болды, кім не айтты деп шығасың да, уже біреу сұраса, не болды десе, білмеймін дейсіз. Түсінікті ме? Так, келесі. Ризыққа шүкір етпеу. Ризыққа шүкір етпеу деген жаңағы қыздар мен айттым, Алла тағала рызықты антен сияқты жер бетіне таратады. Сіздің қасыңызда күйеуіңіздің болуы ырзық. Оның сізге қарап жаным деуі ырзық. Балаңыздың шапқылап ойнап жүруі ырзық. Балаңыздың денінің сау болуы ырзық. Дастарханыңызда нанның тұрғаны ырзық. Сіздің мына телефоныңыздың қазір осылай көрсетіп тұруы бені ол ырзық. Там білмеймін, күйеуіңізбен бір жерге қыдырып баруыңыз ырзық. Түсінікті ме, қыздар? Егер де біз осының барлығына шүкір етпейтін болсақ, онда біз оның нығметін көрмейміз, берекесін көрмейміз, қыздар. Мысалы, балаңыз бар ма? Соған шүкір етпейтін болсаңыз, балам бар демей, туф, осы ол таба бердім ғой, бір қызғашан береді деген сияқты, қолда барға шүкір етпей, жоқты көксей беретін болсақ, ол не шүкір етпегеніміз деген сөз, біз оның нығметін көрмейміз. Қыздар, қараңыздар, адам бір тамақты жеп алып, артынан соған шүкір етпей, туф, мына тамақ бір дәмсіз болыпты, шикі болыпты деп айтатын болса, ол оның зиянын көреді екен. Представляете, ана асқазанға түскен тамақ там ауруға ұшыратады екен. Түсінікті ме? Гастрит боласыз, язва боласыз, ішіңіз өтеді, құсасыз, в общем, бычыт боласыз. Или там прыщ болып шығады бетіңізде, или семіресіз, короче. То есть, қыздар, біз аузымызға түскен, қолымызға келген әрбір дүниеге шүкір етуіміз керек. Егер тек қана негативін көріп, артынан жамандығын айтатын болсақ, онда біз оның зиянын көреміз. Егер күйеуімізге үйленіп алып, соның тек қана жамандап отыратын болсақ, онда біз күйеуіміздің ниетімізге қарай тек жамандығын көреміз.
түсінікті ме қыздар? Баламызды да тек қана осылармен шаршатты, миымды ашты, қыртып, басымды ауыртып деп айта беретін болсақ, онда біз кейін баламыздың зиянын көреміз қыздар. Всегда шүкіршілік етіп, қолымызда бар нәрсенің жақсылығын көруге тырысуымыз керек. Альхамдулилля, Аллаға сансыз шүкірлер деп. Түсінікті ме? То есть барынша жақсылығын көруге тырысуымыз керек. Андай хадис бар ғой, қыздар, тозақтағылардың көбісі әйелдер дейді. Күйеуінің бір жамандығына бола, оның бүкіл жақсылығын ұмытып кетеді дейді. Кейде бір жап-жақсы күйеудің жақсылығын көрмей тек қана жамандығын айта беретін әйелдер бар. Отыра қалса болды күйеуін жамандайтын. Сонан кейін күйеуім неге жаман деп таңғалады да, күйеуім неге мен жақсы көрмейді, неге біздің отношениямызда береке жоқ, неге ол изменять етіп жатыр, неге аяқ астынан ішіп кетті деген сияқты. Потому что сіздің ниетіңіз жамандық көру болды, все, Алла тағала соған қарай сізге жамандықты көрсетті. Ме? Тамақ ішкен кезде де шүкір етеміз, бір жерге қыдырып барған кезде де шүкір етеміз. Декретте үйде отырып шаршадым деп айтатын болсаңыз, сіз тек зиянын көресіз. Берекесін көрмейсіз, сол өміріңіздің рахатын көрмейсіз қыздар. Сол жаңағы сізді үйде шаршатып отырған кішкентай балаңыздың зиянын көресіз. Түсінікті ме? Сол үшін всегда надо говорить хорошие слова, қыздар. Яғни Аллахтың берген ырзығына шүкір ету керек. Сіздің қазіргі декретте отырған халыңыз біреуге арман ол. Біреу соған жете алмай жүр. Так, түсінікті ме қыздар? Всегда жақсылығын ойлаймыз. Келесі біздің ырзығымызды шектейтін дүние ішкі банк пен сыртқы банк. Ішкі байлық, ішкі внутренний счет, сыртқы внутренний счет деген понятие бар. Қараңыздар, ішкі внутренний счет деген ол рухани байлық. Адамның мейірімді болуы, қанағатшыл болуы, білім алуы, рухани бай болуы, ішкі әлемінің таза болуы, ойларының таза болуы. Егер де ішкі банк пустой болса, ішкі банк кедей болса, минуста болса, сізге қанша ақша келсе де, қанша ырзық келсе де, оның берекесі болмайды, ол тоқтамайды қолыңызда. Неге? Потому что мына сыртқы банк ішкі мына жердегі тесікке кіріп жоқ болып кете береді, жоқ болып кете береді, жоқ болып кете береді. Мысалы қараңыздар қыздар, мысалы мынаның ішінде сок тұр деп елестейін. Мынау мысалы трубочка дейді. Мен трубочкамен мына сок емес таза су дейді. Таза суды мен бүйтіп трубочкамен бүйтіп ішіп отырмын. Егер менің мына трубочкамның іші таза болса, менің ішкі жан дүнием таза болса, мен мына ырзықты тазалығымен, берекесімен сорып аламын ішіме. Ал егер де мына трубочканың іші кір болса, менің ішкі әлемім кір болса, ойларым кір болса, шүкірсіз болсам, постоянно тек қана жаман ойлайтын болсам, онда мен мына трубочканың іші кір ғой, сол мына таза суды, Аллахтың берген тап-таза ырзығын кірлетіп алып сорам да. Через мына кір арқылы ішіме аламын, қабылдаймын. Содан кейін не істеймін? Оның зиянын көремін опять. Ішім өтеді, айтеді, мүйтеді, былайша айтқанда берген ырзықтың берекесіздігін көремін. Сол қолыма түскен ақша жаман дүниелерге кетіп қалады, или ауруға кетіп қалады, больницаға кетіп қалады, похоронға кетіп қалады, там кредит төлеуге кетеді, білмеймін, там бір проблемаларды шешуге кетеді, машинеңіз соғып аласыз, соған кетеді. Түсінікті ме қыздар? Сондықтан да ішкі жан дүниеңіз таза болу керек. Ішкі состояниені постоянно контрольда ұстау керек. Қандай ой ойлап жатырмын жаңағыдей, жақсы ой ойлаңыздар, Аллахқа сеніп, жаңағы абида деген дүниенің барлығымен жұмыс жасап, проработка жасап, ішкі жан дүниені таза ұстау керек. Түсінікті ме қыздар? Күшті ақпараттар болып жатыр еді. Рахмет қыздар. Түсініп жатқандарыңызға рахмет. Так, келесі ырзықты шектейтін дүние ол кейінге қалған өмір. Прокрастинация деп айтуға болады, синдром отложенной жизни деп айтуға болады. Қараңыздар қыздар, көбіміз сабақтарды алып аламыз да, ертең қарайым, бүрсігүні қарайым, ертең бастайым, бір кітапты алып, ертең оқимын, бүрсігүні оқимын, там білмеймін, жаттығуды ертең бастаймын, бүрсігүні бастаймын деп жүрген кезде біз не істейді екенбіз? Біз ана келіп тұрған ырзықты ертең алам, ертең кел деп есіктің алдында тұрғызып қояды екен. Представляете, қыздар? Алла тағала сізге беріп жатыр, бүгін баста, мен саған берем деп, бүгін өзгеріп баста, бүгін ерте тұрып баста, бүгін жаттығумен айналысып баста, бүгін дұрыс тамақтанып баста, кейін кием деген көйлегіңді бүгін ки, кейін жейм деп тығып қойған, қонақ келгенде жейм деп тығып қойған дүниеңді бүгін же. То есть Аллахтың берген ырзығының нығметін көріп баста, бүгіннен баста деп жатыр ма? Ертең бастайым деп жүрген дүниеңді бүгін баста, сол кезде сенің ырзығың да тез келеді екен, представляете, қыздар? То есть өміріңді кейінге қалдыру деген, ол сенің есігіңе келіп тұрған рызықты
тоқтатып қою екен. Ертең кеш, ертең таңертең ерте тұрамын, сол кезде кеш дейді. Түсінікті ме қыздар? Сосын қыздар қараңыздар, шайтан кедейлікпен қорқытады. Шайтан всегда кедейлікпен қорқытады. Жетпей қалады, бітіп қалады, тағы неме таусылып қалады, тағы неме там өзіңде болмай қалады деген сияқты дүниелер үшін сол кедей болып қаласың, там білмеймін, көрінгеннің қолына қарап қаласың деп ойлар келетін болса, ол шайтаннан. Шайтан всегда кедейлікпен қорқытады қыздар. Түсінікті ме? Күшті айтып жатсыз дейді. Рахмет қыздар. Так. Сол үшін қыздар қараңыздар. Кейін кием деп алған көліктеріңізді киесіздер, кимейтін болсаңыздар біреуге беріп жібересіздер. Алып қойған, тығып қойған коробка шоколадтарыңызды жейсіздер, жемейтін болсаңыздар біреуге сыйлап жібересіздер. Өйткені кез келген пайдаланылмай тұрған дүние ол ысырап қыздар. Любой затты Алла тағала жаратқан кезде осы әлемде пайдалы болса екен деп жаратқан. Адамдар жаратқан дүниенің өзі пайдалы болу үшін жаратылған. Мысалы, мына жердегі тұрған әрбір фломастер өзі бір түсімен пайдалы болғысы келіп тұр. Егер мен бұны не өзім пайдаланбай, не елге бермей тығып қоятын болсам, не істеді, ол кеуіп қалады біраздан кейін. Не істеді, мен ысырап жасадым. Мыналар пайдалы болғысы келіп зікір етіп тұрады екен, представляете қыздар? Әрбір зат. Телефон пайдалы болсам деп тұрады екен. Мына платок даже шифонердің ішінде тұрған кезде пайдалы болсам деп тұрады екен, представляете қыздар? Зікір етеді екен. Ең көп зікір еткен зат біз пайдаланады екенбіз. Блокнот пайдалы болсам деп, мысалы, магазиннің сөресінде бәленбай 1000 блокнот тұрса, соның әрқайсысы пайдалы болғысы келеді екен. Егер де біз соны анандай сараңдықпен, көрсеқызарлықпен алып, дүниені алып, там алтынды алып, оны тақпай тығып қоятын адамдар бар. Көйлектерді, киімдерді алып, оны кимейтін адамдар бар, Тамақты алып, оны жемейтін адамдар бар, тұрып қалған зат. Немесе там ойбай деп шайтан бетіп айтады да, ертең жаңағы ашаршылық келейін деп жатыр. Там қант жайлы, қазір вообще трэш, қыздар. Ойбай қант бітіп қалады екен деп магазинде қанттың бәрін үйіп алып, сонымен не өздері пайдаланбайды. Немесе мысалы менде сондай бір танысым болған, как раз карантин кезінде қорқытты ғой, ойбай мөшегімен продукт алып қою керек екен, ашаршылық болады екен деп. Сол кезде 2 мөшек ұнап қойған ғой, үйінде 2 баласы бар. Сонымен оны біраздан кейін қараса, көгеріп кеткен ғой, ешкім жемейді, айналдырған 2 бала, күйеуі постоянно таңнан кешке дейін жұмыста, өзі таңнан кешке дейін жұмыста, үйде тамақ желінбейді. Шайтан оларды кедейлікпен қорқытты, сосын көрсеқызарлықпен алды да, ең соңында жаңағы нәрсе не істеді, ысырап болды. Түсінікті ме қыздар? Сол үшін алдыңыз ба пайдаланасыз, пайдаланбайсыз ба алмаңыз. Үйіңізде тұрған артық дүниелерді қыздар не істейміз, сіздерге тапсырма, расхламление жасаймыз. Керек емесін сатып, біреуге беретін беріп, киетін адамдарға беріп, сөйтіп үйдің аурасын, энергетикасын тазалаймыз. Вот увидите, қыздар, когда сіздер керек емес заттарды біреулерге берген кезде, Аллахтың разылығы үшін осы пайдалы болсын, мен пайдаланбасам ба деп, сіздерде бір жеңілдік пайда болады. Миларыңызда как будто бір жаңадан бір орын пайда болған сияқты болады да. И сол кезде жақсы идеялар келе бастайды. Тыныстарыңыз кеңейе бастайды. Представляете, үйдің энергетикасы өзгереді. Түсінікті ме қыздар? Жеңілдік пайда болады. Және де кеткен дүниенің орнына обязательно жаңа дүниелер келеді, иншалла. Ойлы қысқа салып сатасыз ба, біреуге бересіз ба, білмеймін айту. Бірдеме істеп құтылыңыздар керек емес дүниенің барлығынан. Так, қыздар, давайте қанша уақыт қалды? Жоқ, әлі бар екен. Так. Түсінікті болып жатыр ма қыздар? Так, плюс қоя кетіңіздер. Кері байланыс жасаңыздар. Так, онан кейінгі біздің рызығымызды шектейтін. Так, қыздар, давайте мен осы эфирді сақтайын да келесіне